Тасқала ауданындағы Қазақстан ауылдық округіне қарасты Алмалы ауылында аймақтағы мәдениет саласы қызметкерлері арасында бабадан қалған бар байлық атты жайлау фестивалі өткізілді. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған шараға 6 ауданнан келген командалар қатысты. Елбасының бағдарламалық мақаласында туған жерге кіші отанды қастерлеуге, рухани мұраларымыз бен төл мәдениетімізді асқақтатуға ерекше көңіл бөлінген. Ата-баба қанымен бойға дарып, үлкен мен кіші арасында алтын көпір болған дәстүрлі құндылықтарды ұрпаққа насихаттау бүгінгі күннің басты бағдары болып тұр. Тасқала ауданында өткен жайлау фестивалі осы дәстүрді насихаттап жалғады. 6 ауданның мәдениет қызметкерлері өз арасынға түсті. Сиыр бие саудан, серке көтеріп, ат ерттеуден бақтарын сынады. Одан әрі қыз-келіншектер құрт жасау, ою-өрнек оюдан шеберлік сағаттарына қатысса, ерлер арқан тартып, асық атудан жарысып, аламан бәйгеде шабандоздық шеберліктерін байқасты. Бұл құрт кезінде ата-бабаларымызды аштан құтқарған ұлттық қасиетті тағам. Осы енді құрттың түрі бар, 12 түрі бар екен құрттың. Қара құрт, сықпа құрт, жас құрт, қатпа құрт, ежегей құрт. Оны ежегей құртты бір шелек көк сүтке 2 шелек ақ сүтті қосып, қаймақ айырылмаған. Қосып, соны қайнатады екен, ұйытып. Содан шыққан құртты майлы, әрі өзі дәмді құртты қысы жазы жейтіндей азық қылады екен. Шараның екінші кезеңінде әр команда бәйгеге ат қосып, таза жарыстырды. Бекзада өнерді жаңғыртқандар ұшқырлығы ұшқан құсқа жететін жүйрік иттерді аңға салды. Тазылар жарысынан біздер бабадан қалған осы кенжелеп қалып баратқан осы дәстүрімізді көптеп насихаттаймыз. Осы жерде еңбектеніп, жұмыстанып жүрген осы тазы құмарлы жігіттердің кішкене ынтасын арттыру, алға қарай ұмтылыс болады. Және де мына көріп отырған өскелең ұрпақтар, басқа ауыл тұрғындары келген осы жарысқа қонақтар бәрі де қызығушылық білдіріп, сұрап біліп жатыр. Әрбір тазының ішінде осал жоқ, бәрі де жүйрік. Ұстап отырған адамдардың да өздерінің еңбектері. Енді осының алдындағы жарыста, мысалы, Нөкер атты тазымыз Бәйтерек ауданынан алған болса, оның алдында Қожантаев Талғаттың, мысалы, Тасқала ауданының қалды. Оның алдындағы жарыстар тағысын тағы, мысалы, Барбастауда өткенде болған жарыстарда. Енді жақсы көлемі кеңейіп, насихаттау ұлғайған сайын қызығушылық артып жатыр. Сайыс барысында дәстүрлі әніміз шырқалып, күйіміз көмбірленді. Жайлау фестиваль халыққа зор тыныс, үлкен серпіліс берген жарқын бастама болды. Ең бастысы шарада мәдени саладағы жас мамандар бабадан қалған байлық, ата салтымызды, тарихи құндылықтарымызды бойларына түйді. Артынан еріп арманының ауылдан шығып кетіпті. Тәтті Өтеғалиева, Алмас Адедов, Алтынбек Қабделов, Тасқала ауданынан, Ақжайық арнасы.